Түркістан қаласында Нұрорда мектебі салынады. Аталған бастама бойынша Түркістан облысының әкімі инвесторлармен кездесіп, жобаны талқылады. Алдағы уақытта Түркістан қаласында 1000 оқушыға арналған үлкен мектеп салынбақ. Сонымен бірге 400 орындық жатақхана мен 320 орындық балабақшада бой көтермек. Жиында облыс әкімі білім саласына инвестиция құямын деушілерге қолдау болатынын жеткізді. Қазір өңірге инвестиция тарту жұмыстарын жандандырып жатқанын, жаңа мектеп саламын дейтін азаматтарды әрдайым қолдайтынын айтты. Ең бастысы, жұмыс кестесі бекітіліп, құрылыс уақытылы аяқталуы тиіс. Алайда жерді алып, тиісті жұмыс жүргізбегендерден жер қайтарылады. Білімге жауапты басқарма инвестормен тығыз байланыста жұмыс істеп, білім ұясының өңірге пайдалы болуына, адами әлеуетті арттыруға ықпал етуіне күш салғаны жөн деп атап өтті. Жауапты басшыларға аталған жобаға қажетті құжаттар мен мәселелерді жан-жақты қарау жөнінде тапсырма берді. Сонымен бірге инвесторға ауылдарда да сапалы білім ұяларын ашу, білім саласынан өзге де инвестициялық жобаларға қаржы салуға, әріптестікті нығайту жөнінде ұсынысын жеткізді. Диалстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы инвестор Ғабит Маматраимов аталған жобаның жоспары мен қаражаты дайын екенін, егер бірқатар ұйымдастыру жұмыстары реттелсе, құрылысты келесі жылы бастайтын айтты. 20 жылдан бері құрылыс саласында жүргенін, Түркістанның тумасы болғандықтан осы қалаға мектеп ашуды перзенттік парызым деп есептеймін деді. 10 гектар аумақта үлкен мектеп, жатақхана және балабақша салуды жоспарлап отырғанын, сонымен бірге мектеп жанынан шағын саябақ даярланып, көгалдандыру жұмыстары да жүргізілетінін жеткізді. Мақсаты өңір жастарының білім деңгейін көтеру, осы салаға көмектесу. Түркістан қаласынан Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, ақпарат.